Қыздар, дәл осы кимононың видео сабағын бастаймыз. Соңына дейін көріңіздер. Басында лекаланы құрастырумен басталады, одан кейін бірте-бірте сабақтар ары қарай жалғасып кетеді. Лекаланы қалай құрастырамыз? Мына жерде бізде шаблон бар, сол шаблон арқылы құрастырамыз. Мына жердегі қайшының белгісін қырқып тастап, мына екі қара үшбұрыштыны бір-біріне теңестіреміз. Сосын мына сызықтарды да бір-біріне теңестіріп қойған кезде біздің лекаламыз дұрыс шығады. Сосын мына жеріміз бізде 5-5 формамыз, обязательно 5-5 болу керек. Егер ол дұрыс шықпаса, сіздердің лекаларыңыз дұрыс шықпайды. Қыздар, дайын болған лекаламызды мата үстіне қойып, мынау артқы бойды тұтас кесіп аламыз. Мына алдыңғы бойды дәл осылай айналдыра кесіп шығамыз. Енді біз мына жеңімізді қырқып аламыз. Мен жеңнен бір 10 сантиметрдей алып тастадым. Бірақ мен оны лекаладан да алып тастаймын, сіздерге удобно болу үшін. Жеңін алдым қатты ұзын қылым келген еді, одан кейін қатты ұзын қылым келмей қалды, потому что алдымыз жазға ыңғайлы қатты ұзын емес қылып тігу үшін. Лекаладан сіздерге дайын қылып беремін. Міне ханымдар, бәрін біз қырқып алдық. Мынау алдыңғы бой, мынау артқы бой. Міне артқы бойды қырқып алдық. Міне біздің жеңіміз мынау алдыңғы подборд, мынау бізде қалта және белдігіміз. Дәл осылай қырқып аласыздар. Қыздар, міне біз алдыңғы бойымызға қалта тігеміз. Мына жерінен жоғарыға қарай 11 сантиметр қалдырдым да, одан кейін мына жерінен 1 сантиметр қалдырдым, қалтаның жоғары жағына 1 сантиметр қалдырдым. Енді мынау сызып қойған сызығым, мынау 1 сантиметр сызып қойғам, соны бүйтіп айналдырып тігіп шығамын машинкамен. Енді біз мына жерін тігіп алдық. Мына жерінен тігізге жеткізбей осылай қырқып аламыз. Және де мынаны оң қаратып, жағын шығарып, дәл осылай үтікпен мына жерін әдемілеп ашып отырып үтіктеп шығамыз. Міне бір-біріне қойып үтіктеп аламыз. Енді міне әдемілеп үтіктеп алдық. Енді соның мынау екінші жақ бетін дәл осылай үстіне қоямыз. Мына жерлерін бір-біріне теңестіріп, булавкамен қыстырып, мына жақтарын бір-біріне теңестіріп, үстіңгі бөлік, астыңғы бөлік қалталарды. Енді осыны мына жерінен айналдырып тігіс түсіріп шығамыз. Міне біз қалтамыз осылай болып шықты. Осылай болып шығады. Оң қаратқан кезде қалтамыздың көрінісі дәл осылай. Міне қолымыз кіріп шығып тұр. Осылай қалдырамыз. Міне біздің алдыңғы бойымыз. Міне біз қалтасын дайындап алдық. Енді ары қарай тігу жұмыстарына кірісеміз. Міне біз мына қалтасын дайындап алдық. Енді біз екі иықтарын бір-біріне біріктіріп шығамыз. Мына артқы бойдың оң жағы мен алдыңғы бойдың оң жағын бір-бірін үстіне келтіріп, мына жерден булавкамен қадап, ұзына бойы тігіс жүргіземіз. Сосын оны оверлоктап аламыз. Осы тігісті оверлоктап отырамыз. Мына иықтарын тігіп алып, осылай ашып, үтіктеп шығамыз. Бірінші оверлоктап, кейін ұзына бой тіксеңіздер болады. Міне біз алдыңғы бой мен артқы бойдың иықтарын қондырып алдық. Мына жағымызға оверлок салып, әдемілеп жатқызып үтіктеп алдық. Енді біз бұл жерге жеңді орнатамыз. Міне жеңімізді дәл осылай қойып алып, булавкалармен қыстырып шығамын. Міне булавкалармен қыстырып алдым. Осылай шықты. Мына жағы осылай. Енді бұны ұзына бойы тігіп оверлоктап аламын. Екінші жағында дәл осылай булавкамен ортасын белгілеп аламыз. Булавкамен қыстырамыз. Одан кейін ұзына бойы тігіс жүргізіп, сосын
оверлоктап аламыз. Міне біз жеңімізді орнатып алдық. Тігіп, оверлоктап өтіктеп алдым. Оң жағынан осындай болып тұрады. Әдемілеп өтіктеп отырамыз әр тігісті, сонда біздің тігісіміз әдемі болып көрінеді. Міне біздің жеңімізді орнатып алдық. Енді біз мына жерді айналдыра тігіп шығуымыз керек. Мына жеңнің басталған жері бар ғой, сонымен айналдыра қолтықтың астын қосып, мына жерде қалтамыздың аузын тігіп жібермейміз. 1 сантиметрден қалдырып отырып, ұзына бойы тігіс түсіріп шығамыз. Осы бетке де былай ұзына бойы тігіс түсіріп шығамыз. Сосын ұзына бойы оверлоктап шығамыз. Мына жағында дәл солай бірінші қолтықтарын бір-біріне сәйкестендіріп алып, ұзына бойы тігіп, сосын оверлоктап шығамыз. Қыздар, міне тігіп алдық. Енді айналдыра оверлоктап шығайық. Міне біз оверлоктап алдық. Енді осыны ішке қарай міне тігісін жатқызып тұрып, әдемілеп үтіктеп аламыз. Қыздар, ең бастысы бізге әдемілеп үтіктеу керек. Сонда біздің тігісіміз әдемі көрінеді. Қыздар, менде мынау лен матасы, жұқа лен матасы болған екен. Мына қалта қойсам, қалтам астына қарай салбырап кетіп жатыр. Негізі қалта қоймай тіксеңіздер де болады. Егер қалта қоятын болсаңыздар, мына жерінен айналдырып, мына матаға тігіп кетуіміз керек болып тұр. Мен осылай айналдырып, қалтаның бойымен айналдырып тігіп кетейін деп тұрмын. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Міне біздің кимономыздың алдына тігілетін подбортына мына жерінен 0,5 сантиметрмен ұзына етіп тігіс түсіріп шығамыз. Деп алғаннан кейін мына жерін бір-біріне біріктіріп, осылай булавкамен қадап шығамыз. Мына жағында дәл солай біріктіріп, булавкамен қадап шығамыз. Міне қыздар, осылай булавкамен қадап аламыз. Одан кейін біз астына 10 сантиметр жеткізбей, мына жерден бастап айналдыра тігіс түсіріп шығамыз. Ұзына бойы тігіс түсіріп шығамыз. Міне, ұзына бойы етіп тігіс түсіріп шығамыз. Астына 10 сантиметр ашық қалдырамыз. Қыздар, енді міне тігіп алғаннан кейін бұны үтікпен басып үтіктеп шығамыз. Жаңағы міне дайын болған лентамызды шапанымыздың артқы бойын ұстап, мына жерінен белгілеп, екеуін бір-біріне мына жерінен иінемен қыстырып қадап шығамыз. Айналдыра. Дәл осылай айналдыра қадап шығамыз. Матамызды қатты тартпаймыз. Бос күйінде, егерде қатты тартатын болсақ, алдымыз бізде жиырылып қалады. Бос күйінде дәл осылай булавкамен қыстырып алайық. Енді мына жерде біз жаңа 10 сантиметр қалдырып едік қой қайырғанға. Соны мен қосып тігіп жіберейін деп тұрмын. Мына жердегі 10 сантиметрді қосып, мынаған тігіп жіберейін деп тұрмын. Сосын общий оверлоктап астынан қайыра салайын деп тұрмын. Немесе мына жақтан, мысалға 2 сантиметр қайыратын болсаңыз, мынадан да 2 сантиметр былайнан ішке қарай қайырып тігіп алып, былайнан 2 сантиметр тігіп алып, одан кейін барып, бізде былай болады. Одан кейін барып, мынаған жалғап жүрсеңіз болады. Немесе тура менікі сияқты мына жағын тұтас алып кете салайын деп тұрмын. Бұл жеңіл киім болған кейін тұтас бола бергені дұрыс. Егер астарланатын болса, дәл солай қайырылады, жаңағыдай мен айтқандай қайырылады. Жеңіл киім болғаннан кейін мынаның бәрін тұтас алып кете салайын деп тұрмын. Осыны айналдыра отырып тігіп шығамыз. Айналдыра отырып тігіп шығамыз. Міне біз ұзына бойы тігіс түсіріп шықтым. Енді осы жерге оверлокпен қасынан ұзына бойы тігіс түсіріп шығамын. Оверлокпен тігіп шығамын, айналдыра. Міне, айналдыра тігіс түсіріп шығамын оверлокпен.
міне біз мына алдыңғы нені подборды оверлоктап алдық. Енді біз мына жерінен астыңғы бойдың міне кимононың астын ұзына бойы оверлоктап шығамыз. Ұзына бойы оверлоктап аламыз бірінші, одан кейін барып мына жеңімізді айналдыра оверлоктап шығамыз. Жеңімізді де айналдыра отырып оверлоктап аламыз. Міне біздің кимономыз почти дайын болып қалды. Енді мынау алдын оверлоктап үтіктеп алдым. Енді осы жерінен 0,5 сантиметрмен айналдыра тігіс түсіріп шығамыз. Міне біздің кимономыз толықтай дайын болып қалды. Енді біз жеңін және мынау астыңғы жағын қайырып тігуіміз керек. Ол үшін жеңін біз 2 сантиметрге қайырсақ болады. Әркім өз қалауы бойынша қайыруға болады. Біреулерге қалың жең ұнайды, біреулерге жұқа жең қайырған ұнайды. Өз қалауымыз бойынша қайырамыз. 2 сантиметр былай қайырып ұзына бойы тігіп шықсақ болды. Жеңін де етек жағын да дәл солай тігіп шығамыз. Сонымен біздің кимономыз дайын болады. Міне кимономыз осылай шықты. Қыздар, енді белдігімізді тігіп алайық. Енді мынау бас жағынан 1 сантиметр, мына жағынан 1 сантиметр былайынан тігіс түсіріп, сосын айналдыра тігіп шығамыз. Арасынан осы жерінен кішкене бір 5 сантиметрдей жерді қалдырып кетеміз, оң қаратып алуымыз үшін. Осымен біздің кимономыз дайын. Көргендеріңізге үлкен рахмет. Менің каналыма жазылып, тіркеліп алыңыздар. Алда осындай тегін сабақтар болып тұрады. Бірге қолдау көрсетіп жүріңіздер.